Саламатсыздар ма оқырмандар? Бүгінгі сабақ 66 сабақ қазақ тілі 5 сынып әлін білмеген әлек. Бірінші, өгіз бен бақа мысалын түсініп оқыңдар. Иллюстрацияға қарап өгіз бен бақаның түр тұлғасы мен дене көлемін салыстырыңдар. Өгіз бен бақа. Бір өгіз айдын шалқар көлге келді, жағалап суаты бар жерге келді. Шілденің сарша тамыз ыстық кезі бек қатты, қаны қашып шөлдеп кетті. Су ішіп көлдің шықты жағасына, мал еді көз толатын қорасына. Артықша бір көл бақа күншіл екен, сол көлдің бақасының арасында. Өгізді суға тойған бақа көрді, секіріп көршісіне жетіп келді. Боламын мен де сонау өгіздей деп, жел тартып ісіп кеуіп қарнын керді. Сұрады жолдасынан толдым ба деп, өгіздей анау тұрған болдым ба деп. Өгіз бен екеуіне қарап тұрып, жолдасы жауап берді сонда бүйдеп. Өгіздей болу саған қайда шырақ, араңыз екеуіңіздің тымақ жырақ. Онымен бірдей болып толмақ түгіл, қалпыңнан асқан жоқсың артығырақ. Қараш енді қандай болдым деді, міне жаңа әбден толдым деді. Жолдасы тағы қарап денесіне, қалпында қараң менен формың деді. Дүниеде мұнан күншіл кемді бақа, зорланды қарнын керіп енді бақа, шыдамай жұқа қарын керуіне, жарылып сол арада өлді бақа. Күнәсі күндегеннің жаман қатты, күн деме біреуге Алла берген бақты. Өгізді күндеп сондай боламын деп, көл бақа онан қанша пайда тапты. Әуелде Құдай өлшеп берген дене, қаншама зорлағанмен артылмапты. Нақыл сөз әлін білмес әлек деген, осындай әуре болған жаннан қапты. Бұнда өгіз өте үлкен, оның екі мүйізі бар, терісі қоңыр түсті, 4 тұяғы бар және құйрығы бар. Ал бақа өте кішкентай, ол суда тіршілік етеді және ол жасыл түсті. Яғни бұл бірінші тапсырманың сұрағына жауап. Енді бұнда бірінші сұрақтарын оқысақ, өлеңнің мысалда қандай ғибрат айтылғанын айқындап, өзара бой бөлісіңдер. Екінші, даңғойлық пен мақтаншақтық егіске апармайтынын түсіндіріп сұхбат құрыңдар. Ғибрат туралы мысалдағы ой бөлісетін болсақ, әлін білмеген әлек болады деген мағынаны білдіреді. Екінші, сұхбат құратын болсақ, асыл даңғойлық пен мақтаншақтық игі іс пе? Жоқ, әрине, өгіз бен бақа мысалында мақтаншақ болған бақа соңында өмірімен қоштасады ғой. Иә, бұл қасиеттер игі іске апармайды. Бұнда енді бүгінгі сабақ бөлшектік сан есімдер. Заттың бөлшектік санын білдіреді. Бөлшектік сан есімдер жай бөлшек және ондық бөлшек екі түрге бөлінеді. Жай бөлшекте сан есімнің бөлімі шығыс я ілік септікте, болмаса алымы тәуелдік тұлғада жасалады. Кейде тәуелдік жалғау түсіріліп те айтылады. Мысалы, 2-ден 1, 100-дің 2-сі, ондық бөлшек, 2/10-нан, 2/100-ден 5 деген сияқты. Сол сияқты бөлшектік сан есімдер есептік сан есімдерге жарты, жарым, ширек сөздерінің тіркесіп келу арқылы жасалады. Мысалы, 5,5, 3 ширек, 10-ның жарысы, яғни жаңа біз 2/10-нан 5 дедік, ол кезде сандар үтір арқылы немесе тік сызықша арқылы жасалады. Екінші тапсырма, бөлшектік сан есімдерді қолдана отырып, өгіз бен бақаны салыстырыңдар. Өлшемдері әртүрлі нысандарды салыстыру арқылы бөлшектік сан есімге бірнеше мысал келтіріңдер. Мысал келтіретін болсақ, бірінші, бақа өгіздің 10-нан 1 бөлігіне тура келеді. Екінші, өгіз бақадан 11,5 есе үлкен. Үшінші тапсырма, оқылым мәтінінен тірек сөздерді анықтаңдар. Оларды сан есімдермен тіркестіріп, сөйлемдер құраңдар. Бірінші, тірек сөздер, өгіз, сөз тіркестері бір өгіз, сөйлемдер, бір өгіз айдын шалқар көлге келді. Сөздер, өгіз, бақа, жолдасы, сөз тіркестері бір өгіз, бір бақа, 3 жолдасы. Сөйлемдер, бір өгіз айдын шалқар көлге келді, бір бақа күншіл екен, бақаның 3 жолдасы бар еді. Енді 4-ші тапсырма, әлін білмеген әлек мәтелінің мағынасын түсіндіріп, осы тақырыппен байланыстырып шағын эссе жазыңдар. Әлін білмеген әлек. Әрбір тіршілік иесі өзінің әлін білуі керек. Әрбір адам өз мүмкіндігін бағалау білу керек. Мысалы, бақа өз әлін білмеген. Өзінен 10 есе үлкен өгізбен теңесемін дегенде, өзі сол арада күншілдігінен жарылып өледі. Сондықтан мысалдан ғибрат алып, өз әлдерін білуі керек. 5-ші тапсырма, мақтаншақтық пен даңғойлықтың зияны туралы қанатты сөздер жинақтап, мағынасын түсіндіріңдер. Бірінші, ешқашан ешбір жағдайда өзіңнің даңдайсуыңа да, менмендігіңе де, салынуыңа да жол берме. Чехов.
Чехов өте дұрыс айтқан, себебі мақтаншақтық пен дандайсу жақсылыққа алып келмейді. Екінші, өзіңе өзі ғашық болудың бұл адамның үлкен соры. Бұл ең алдымен өзімшілдікті, күншілдікті туғызады. Мұхтар Әуезов өзіңді шектен тұсынату, күншілдік пен өзімшілдікті туғызу дейді. Үшінші, ақымақтық пен атаққұмарлық айырылмас достар дейді. Яғни атаққұмарлық ақымақтыққа тең. Осымен менің сабағым аяқталды. Сабақ ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Және описаниедегі нөмерге хабарласып, YouTube даму курсыма қатыса аласыз.